Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде «Заморозка мозга» фильмі. Ер адам бір стакан су ішіп, үйіне оралған сәтте қорқынышты апатқа себеп болды. Кенеттен оның тістері жасыл түске айналып, жуып тазалау мүмкін болмады. Көп ұзамай ол мутацияға ұшырады. Жұбайы ванна бөлмесінде одан жауап күтіп, оны қайта-қайта шақырды. Алайда ол оған жауап берудің орнына қуаныш сәтінде оның мойнын тістеп алды. Екеуі де ваннаға құлап түсті. Олардың көздері шөптей жасыл түске боялды. Сол кезде Дан көрші үйдегі мазасыздық туралы қоңырау алды. Қарт әйелдің жасыл тістері оның да жұқтырғанын көрсетті. Үйдің ішіндегі екі адамның оғаш қылықтары Данның назарын аударды. Бірақ кенеттен ол арт жағынан ақырған дыбыс естіді. Полицияға қоңырау шалған қарт әйел де мутацияға ұшырап, оған тырнақтарын сермеп тап берді. Дан одан қашып, көліктің айналасын айналып жүгірді. Ол жағдайды полиция бөліміне шұғыл түрде хабарлады, бірақ жауап болмады. Бір сұмдық нәрсе болғанын сезген Дан дереу Патрисияға қоңырау шалды. Алайда ол да зомбилердің қоршауында қалған еді. Гольф ойнап қайтқан байлар тобы клуб үйіне оралғанда, бөлмелерінен жын ұрғандай қашқан адамдарды көрді. Не болғанын түсінбей үлгермей жатып, бір әйелдің мойнын оның зомби иті тістеп алды. Әзер дегенде иттерден құтылған олар, кенет өздеріне қарай ұмтылған бірнеше зомбиді көрді. Олар жүгіріп қашты, бірақ Марсельді зомби ит тістеп үлгерді. Вирус оның ағзасын тез арада бүлдіре бастады. Өзін қорғау үшін Мишель ас үйге жүгіріп барып, пышақ алды да Марсельді өлдірді. Андренің анасы жаңбырлы қырыққабат пен судан көкөніс шырынын жасап ішті де терең ұйқыға кетті. Хосе оянғанда, оның көздері мен аузы жасыл түске боялған еді. Мұны көрген Андре үрейленіп, далаға жүгірді. Асығып жүгіргенде, ол сүрініп құлап қалды. Сол сәтте Хосені көлік қағып кетті, бірақ ол қайтадан тіріліп кетті. Бұны көрген Дан бәрін бірден түсінді де, Андрего үйіне тез жетіп, тығылып отыруын айтты. Дәл осы кезде көше бойымен зомбилер тобы лап қойды. Андре дереу анасын үйге сүйреп кіргізіп, есікті жауып үлгерді. Алайда, оның қарындасы аналарының айқайынан қорқып жылап жіберді. Бұл сырттағы зомбилерді одан сайын қоздырды. Андренің басқа амалы қалмады. Ол анасын ваннаға жауып, қарындасының бесігіне ойыншықтар тығып, жылаған даусын басуға тырысты. Дауыстар тоқтағанда, зомбилер де тыныштала бастады. Аралда зомби індетінің таралғаны туралы хабар әскерилерге тез жетті. Олардың әрекеті аяусыз болды. Вирустың таралуын болдырмау үшін олар көпірді темір қақпалармен жауып, жалғыз қатынас жолын зымырандармен қиратты. Арал толығымен оқшауланды. Электр қуаты өшті. Қала қара түнекке оранды. Аман қалғандар тек үміт отын өшірмей, зомбилерге қарсы күресуге мәжбүр болды. Қарындасын қорғау жауапкершілігі де Андренің мойнына түсті. Әзірге адамдардың не себепті мутацияға ұшырап жатқанын ешкім білмейтін. Ал биліктің жоқпағандарды құтқару ойында да жоқ еді. Андре көмек шақырғысы келді, бірақ телефонның қуаты таусылып қалған еді. Өзін өзі құтқару үшін ол қарындасымен бірге қашып кетуге дайындалды. Ол кетер алдында анасының сүйікті жаңбырлы қырыққабатын қалдырды. Бірақ қарындасы үнсіз оны аңдып, артынан ерді. Дауысты естіген анасы бірден тап берді. Бірақ, бақытына орай, шыны қабырға оны ұстап қалды. Андре жаңбырлы қырыққабатты қолданып, анасын алдады. Ол тек қарындасынан анасын аулақ ұстағысы келген еді. Бірақ анасы кездейсоқ теледидар тұғырына соғылып құлады. Сел кеткен Андре аз ғана уақытқа қайғыға батты да, өзін жинап алып, анасын қайтадан ваннаға сүйреп апарды. Енді бұл жерде қалу қауіпті еді. Сырттағы жағдайды көру үшін Андре баспалдақпен жоғары көтерілді. Ол есіктің алдында зомбилердің үймелеп тұрғанын көрді. Сол сәтте көзі мысыққа түсіп, ойына бір жоспар келді. Ол қарындасымен бірге есіктің артына тығылды. Бірақ сыртта жағдай одан да қауіпті еді. Көп ұзамай, олардың соңынан бүкіл зомбилер тобы қуып кетті. Андре супермаркетке қарай жүгірді, бірақ өкінішке орай, барлық есіктер жабық болды. Ол үмітін үзе бастағанда, бір жұп мықты қолдар оны ішке тартып алды. Бұл Дан болатын. Супермаркет азық-түлікке бай болғандықтан, керемет баспанаға айналды. Қарындасы қуанып, сөрелер арасында еңбектеп жүрді. Алайда, кенеттен пайда болған әйел зомби Андрені шошытты. Оның айғайын естіген Дан зомбиге жылы жүзбен қарап, оның қызы Патрисия екенін айтты. Ол Патрисияның жай ғана ауырып қалғанын түсіндіріп, оны емдеудің жолын табатынын мәлімдеді. Сол түні радио тыңдаған Дан сырттағы адамдардың вирустың таралуын болдырмау үшін тірі қалғандарды құтқару жоспары жоқ екенін біліп шошып кетті. Олар бұл адамдардың вирусты тасымалдаушы емес екеніне кепілдік бере алмайтын еді. Ал вирустың шығу көзі әлі күнге дейін белгісіз болып қалды. Дан ақылға қонымсыз болжам жасады. Бұл жұқпаның себебі аралдың су қоры уланған болуы мүмкін. Андре мұны құптады. Себебі оның анасы да дәл кран суын көкөніс шырынымен араластырғаннан кейін мутацияға ұшыраған еді. Андренің өзі ешқашан кран суын ішпеген,
ал қарындасының сүт қоспасы тек бөтелкедегі сумен дайындалған болатын. Шындықты анықтау үшін олар келесі күні таңертең супермаркеттен шықты. Дан Патрисияны ертіп, су тазарту бекетіне барды. Қарындасының жылап, зомбилерді өзіне тартпауын ойлап, оны көлікте жалғыз қалдырды. Олар Патрисиямен бірге су бекетіне кіргенде, күтпеген жағдай орын алды. Патрисия өзінің түр тұқымының шақыруын сезгендей болып, ессіз алға жүгірді. Ол су бассейніне секіріп кеткенде, Дан оны ойланбастан қуып кетті. Кенеттен судан сұмдық көріністі зомби шықты. Дан қорыққаннан Патрисияны алдына тосып үлгерді. Таңғаларлық жайт зомби шабуылдауын тоқтатты. Ол өзіне ұқсас тіршілік иесін сезініп, нысанын өзгертті. Андре қатты шошып, жан шырақ ашып, көлікке әрең жетті. Дан Патрисияны судан шығару үшін қолынан тартып қалғанда, күштің әсерінен оның қолы жұлынып кетті. Қанша қиын болса да, ол Патрисияны судан шығарып үлгерді. Патрисияның көмегімен Дан да көлікке оралды. Андре Патрисияның кесілген қолының саусақ іздерімен телефонын ашып, сырттағы зомбилердің суретін түсірді. Бірақ таңғаларлық жайт кесілген қолдан шөп өсіп келе жатты. Зомбилердің тек көздері мен ауыздары ғана жасыл емес еді. Олардың денелерінен де шөптер өсіп жатқан болатын. Дан кенеттен бір оғаш оқиғаны есіне түсірді. Бірде бір гольф алаңының иесі таптаза аппақ қарда жайқалған жасыл көгал өсірген еді. Сөйтсе, бұл адам генетик екен. Ал көлеңкеде тұрған шынайы қылмыскер оған М вирусы деп аталатын патогенді жасап шығару туралы тапсырма берген екен. Бұл адам эксперимент жасау үшін жасыл вирусты гольф алаңына шашқан. Сондықтан алаңдағы шөп ерекше жасыл түске боялған еді. Бірақ ешкім білмейтін нәрсе вирус жер асты суларына сіңіп, көбейіп, ақыры аралдың бүкіл су қорын ластаған. Кран суын ішкен кез келген адам мутацияға ұшырауға мәжбүр болды. Дәл осы уақытта вирустың артында тұрған зұлым гений аралға атақты егіз кісі өлтірушілерді жіберді. Олардың міндеті зомби вирусының барлық дәлелдерін жойып, миссияны орындау болатын. Мишель өз ізін толық жасырып қалдым деп ойлады. Ол барлық дәлелдерді өртеп, аралдан кетуге дайындалды. Алайда бір құты вирусты артында қалдырып кетті. Ал егіздер қара жәшік әкелді. Оның ішінде Мишель жасаған антидот бар еді. Оны көгалға сепкенде, вирустың барлық іздері жойылуы тиіс болатын. Алайда Мишель күтпеген нәрсе орын алды. Шын мәнінде егіздерге берілген бұйрық тек дәлелдерді ғана емес, Мишельдің өзінде жою болатын. Олар гольф алаңына қара жәшікті алып келді. Сфера жарылған сәтте ақ түтін бүкіл көгалды жауып, зомби вирусын жойды. Дан мен Андре жеткенде, егіздер әлде қашан кетіп үлгерген еді. Олар клуб үйін толықтай жарылғыш заттармен қаптап қойған болатын. Бұдан бейхабар Дан ішке кіріп, ішкі құлыпты ашты. Ол Патрисияны қоймада қамап тастады. Ал Андре қауіпсіз аймақ жасау үшін орындықтарды шеңберге қойып, қарындасын сол жерге орналастырды. Олар антидот іздей бастады. Бірақ оның орнына тек шөппен қапталған зомби итті тапты. Андре қайтып келгенде, қарындасы із-түссіз жоғалып кеткен еді. Осы кезде, Дан қараңғы дәлізде егіз киллерлер орнатқан уақыт бомбасын тауып алды. Ғимарат ішінде зомби вирусы да таралып үлгерген еді. Көп ұзамай, Дан да инфекция белгілерін көрсете бастады. Ал жарылыс санағы нөлге жақындап келе жатты. Ол Патрисияның қолының саусақтарын пайдаланып, таймерді сөндірді. Сыртта жарылысты күтетін егіздер таңғаларлық жайтқа тап болды. Таймер кенеттен тоқтап қалған еді. Олар ас үйде жүрген Андренің қарындасын байқап қалды. Бұл қанішер егіздер ойланбастан вирус капсуласын алып, кішкентай қызға ұсынды. Андре қарындасын іздеп жүргенде, олардың жасырынып үлгеруіне мүмкіндік туды. Бөлмеге кірген Андрені егіздер қоршап алды. Олар оны да уламақ болғанда, күтпеген оқиға орын алды. Қарындасы кенеттен нәресте зомбиға айналып, бір егіздің саусағын тістеп жұлып алды. Дәл сол сәтте зомби Дан пайда болды. Қағарлы хаос басталды. Андре қолына антидот капсуласын іліп алып, оның газы қарындасы мен Данның ағзасына еніп, вирустың таралуын тоқтатты. Дан Андрені қуалай бастады. Бірақ қарындасы оны қорғап, қашып кетуіне мүмкіндік берді. Ал егіз кісі өлтірушілерге бұлай сәттілік бұйырмады. Олар вирусты жұқтырып, бірте-бірте санасын жоғалтып, бір-бірін атып тастады. Андре Данның телефонын алып, оның рингтонын тыңдап, телефонын тауып алды. Ол түсірген видеосын интернетке жүктеді. Бұл бейнежазба үлкен дүрбелең тудырды. Енді шындықты жасыру мүмкін емес еді. Әскерилер аралға тікұшақтар жіберді. Алайда олардың бұйрығы тірі қалғандарды құтқару емес, зомби вирусымен байланысының бәрін жою еді. Әскерилер аралда қалған адамдарға еш аяушылық танытпай, барлығын жаппай жоюға кірісті. Андре мұны көріп, дереу жасырынды. Антидоттың әсерінен қарындасы мен Дан қалыпты күйіне оралды. Бірақ Дан қайғылы тағдырдан құтыла алмады. Ол әскерилерге өзін түсіндіруге тырысқанымен, олар оны тірідей өртеп жіберді. Қанға толы қырғыннан кейін аралда тек Андре мен оның қарындасы ғана қалды. Билік жұқпалы аурудың толық жойылғанын ресми түрде мәлімдеді. Алайда бір деталь шын қылмыскердің кім екенін әшкереледі. Ресми тұлғаның қолындағы кафе шынаяғында дәл сол гольф алаңында қолданылған вирус белгісі бар еді. Бұл бүкіл зұлым жоспардың артында
дәл осы адам тұрғанның дәлелі болатын. Андре үмітін үзді. Аралда қалып, өлімді күткеннен басқа амалы жоқ сияқты көрінді. Бірақ кенеттен алыстан су бетінде бір қайық көрінді. Ол қайықта жаңалықтардан бәрін білген Андренің тәтесі мен оның ұлдары бар еді. Олар оны құтқаруға келген болатын. Андре қуанышпен қолын бұлғап, қарындасын көтеріп, қайыққа қарай бет алды. Құтқарылуға бір сәт қалғанда, ол анасының кесілген қолын алып, оны суға лақтырды. Қол суға батып бара жатқанда, оны үлкен балық жұтып қойды. Және осы жерден фильм аяқталады.